келесіздер ме, құрметті балалар? Бүгінгі сабағымызда біз сіздермен жағымды атмосфера орнату үшін мен сіздерге гүл сыйлағым келіп тұр. Ал енді осы қолдарыңыздағы гүлдердің түсімен отыра қаламыз, қызыл түс алғандар бірінші топқа отырамыздар. Күлгін түс алғандар екінші топқа отырамыз да, сары түс алғандарымыз үшінші топқа отыра саламыз. Үй тапсырмасын еске түсіруге, балалар үйге берілген тапсырманы, үй жұмысын ұяшықтағы сұрақтар әдісі арқылы жаңағы сұраймыз қазір. Сіздермен өсімдіктердің көбею түрлерін өткен болатынымыз алдында вегетативті мүшелер арқылы көбею түрлерін өттік. Вегетативті мүшелерді жаңа сіздер өздеріңіз үй тапсырмасында айтып кеткендей өсімді мүшелер арқылы, жапырақ арқылы, сабақ арқылы, яғни оның түрлері бар, телу, көшелер арқылы, тағы басқа түрлерін, түйнек арқылы көбейту түрлерін біз айтып өттік. Енді бүгін балалар біз сіздермен бүгінгі күннің бүгінгі сабағымыздың тақырыбын аштық. Мына жерге мән бере қойыңыздаршы. Құпия мәтін. Әдемі түрлі түсті нәзік, бірақ өмірі қысқа. Ол табиғаттың көзге көрінетін сұлулығы, қолмен ұстасаң, жанына жылы леп береді. Табиғаттың сыйы. Бірақ оны күтімсіз қалдырсаң, ол сұлулығын тез жояды. Жақсы айта қойыңыздаршы, бұл гүл. Жақсы балалар. Дұрыс айтасыздар, бұл гүл. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты балалар, гүлдің құрылысы, тозаңданудың түрлері, гүлде тозаңданудың өзінен тозаңдану, айқас тозаңдану және қосарлы ұрықтану және оның биологиялық маңызы. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы осылай. Енді бүгін біз осы оқу бағдарламасына сәйкес оқыту мақсаты өзінен және айқас тозаңданудың артықшылықтарын сипаттау, гүлді өсімдіктердегі қосарлы ұрықтанудың маңызы туралы айтады екен. Сабақта балалар біз домбыра әдісі арқылы өз-өзімізді 10 балдық арқылы әрбір тапсырмада өзіміздің балымызды қойып отырамыз. Жақсы ма? Әркім өзінің аты-жөндеріңізді жазасыздар да, мына жерге балдарыңызды әрбір тапсырманы орындаған сайын ұмытпай белгілеп отырыңыздар. Жақсы ма? Енді балалар, гүлдің құрылысын түсіндіріп өтейін. Балалар, құрметті оқушылар, бер назарларыңызды аударсаңыздар, гүлдің құрылысын айтып өтетін болсақ, гүлдің ең негізгі мүшелерін айтып өтеміз. Мынау күлте жапырақшалары. Гүлдің күлте жапырақшалары. Мынау сіздерді көріп отырған, мынау аталық. Мынау ортасында тұрған аналық. Мынау тостағанша жапырақшасы. Мынау гүлдің құрылысы міне осындай бөліктерден тұрады екен. Құрметті оқушылар, біздің бірінші тапсырмамыз топтық тапсырма, яғни топпен топтасып отырып, бірлесіп жұмыс жасаймыз. Бірінші топ, тозаңдану деген не, оған гүлдің қандай мүшелері қатысады және мысал келтіреміз. Екінші топ, өздігінен тозаңданудың артықшылығы неде және мысал келтіреміз. Үшінші топ, өсімдіктердегі айқас тозаңдану қалай жүреді, соған мысал келтіреміз. Бірлесіп орындаймыз. Жақсы ма? Мысқа 5 минут беріледі, 5 минут уақытты тиімді пайдаланамыз. Тапсырма түсінікті орындаймыз. Мынаны тұры сүйреттегі ортасын жасылмен, мынаны ұштан тозаңғаны сарымен болады. Емін-еркін қозғалып отыр, тапсырма орындалды. Ал құрметті оқушылар, тапсырмамызды аяқтап болсақ белгі береміз. Дайын болған топты мұқият барлығымыз тыңдаймыз. Уақыт аяқталғанға 1 минуттай уақыттарымыз қалды. Бәріміз жұмысымызды аяқтаймыз, бері мұқият қараймыз. Бірінші топ шығарғанымызда бірақ қоймаңыздар.
Біздің топқа мынадай сұрақ қойды. Тозаңдану келеңіне оған гүлдің қандай мүшелері қатысады? Мысал келтір. Жақсы, енді Тозаңдану аталық тозаңның аналық аузына түсуі. Нәтижесінде өсімдік жеміс түзеді. Жақсы бала, келісеміз бе? Иә. Жақсы. Рахмет сіздерге отыра қойыңыздар. Келесі топ. Бізге берілген сұрақ, өздігінен тозаңданудың артықшылығы неде? Қырмызгүл. Өздігінен тозаңдану бір гүлдің аталығындағы тозаң осы гүлдің аналығының аузына түседі. Яғни өздігінен тозаңдану дегеніміз не? Бірақ гүлдің өзінің аталығы, өзінің аналығының аузына түсу арқылы тозаңдануды біз не дейміз? Өздігінен тозаңдану деп атайды екенбіз. Келісеміз бе? Иә. Жақсы, рахмет, отырыңыздар. Келесі топ келе қойыңыздар. Айқас тозаңдану. Айқас тозаңдану жәндіктер арқылы су жануар құстардың көмегімен жүзеге асырылады. Мысалы, екі және одан да көп гүлдер қатысатын айқас тозаңдану жәндіктермен біз әдетте жер-су құстардың көмегімен жүзеге асырылады. Жақсы, келісеміз бе? Иә. Жақсы, отырыңыздар. Рахмет. Оқушылар, ендігі тапсырма жұптық жұмыс. Жұппен бірлесеміз. Енді Назерке сенде жұп болмағандықтан өзің орындай саласың, жақсы ма? Жұппен орындаймыз. Жұппен орындалатын тапсырма орындай қойыңыздар. Екі-екіден бірлесіп, жұппен жұмыс жасаймыз. Жұптық жұмыс. Бірлесіп орындаймыз. Мына жерде өзі дискриптор тұр, 2 балл беріледі екен. 2 минут уақыт беріледі. Жақсы ма? Гүлдің бөліктерін анықтасаңыздар, 1 балл беріледі. Гүл бөліктерін белгілейсіздер, тағы да 1 балл беріледі. Мына тапсырмаға 2 балл беріледі. 2 баллды, егер 2 тапсырманы дұрыс орындасаңыздар, 2 балл аласыздар. Түсінікті ме? Так, құрметті оқушылар, уақыт аяқталды. Енді бері қараңыздар. Мен сіздерге дұрыс жауабын айтамын, сіздер тексересіздер. Қызыл карандашты алып, қателеріңізді тексеріп отырыңыздар, иә? Мынау гүлдің құрылысы берілген, иә? Мынау аналық. Аналық аузы, мойны, жатыны, аталық жіпшелері, тозаң, күлте жапырақшалар, тостағанша жапырақшасы және гүл сабағы. Түсінікті ма? Үлгердік па? Қатемізді түзедік па? Енді нақты балл беріңіздер өздеріңізге, мынаған бағалап кетіңіздер. Қанша балл алғандарыңызды? 1 балл алғандарыңыз 1 балл деп қойыңыздар, 2 де дұрыс жауап болса, 2 балдарыңызды белгілеп қойыңыздар. Балалар, келесі тапсырма бізде баламалы тест әдісі арқылы кестеде желмен және жәндіктермен тозаңданатын өсімдіктер бөлігінің нөмірлерін жазыңыздар деді. Оқулықта қазір мен сіздерге айтам, кітаптан осы кестені дәптерге орындаймыз. Бірінші орындап келген 5 оқушының бағасын қойып беремін. Дұрыс орындағанмын. Мына жерде өзі дискриптор тұр, дискрипторға назар аударамын. Желмен тозаңданатын өсімдіктердің белгілерін анықтасаңыздар, 1 балл аласыздар. Жәндіктермен тозаңданатын өсімдіктердің белгілерін анықтайсыздар, тағы 1 балл. Өздігімен тозаңданатын өсімдіктердің белгілерін анықтау, тағы да 1. Осы тапсырманы орындау арқылы сіздер 3 балл жинайсыздар. Сәттілік. Келесі тапсырмаға мұқият тыңдаймыз, бәріміз назарымызды бері аударамыз. Функционалды сауаттылыққа арналған тапсырма. Мәтінді оқып шығамыз, әрі тапсырмасын орындаймыз. Мұқият мәтінді оқып шығамыз. Яғни ертегі сияқты.
бір гүлдің бақшасында дейді шамшырақ атты ерекше бір гүл өсіп тұрыпты. Оның күлгін түсті күлтелері әдемі, айналасын жарқыратып тұрады екен. Бір күні кішкентай құстар оған жақындап гүлдің құрылысы туралы сұрайды. Шамшырақ қуанып жауап береді екен. Менің күлтелерім мені қорғайды және жәндіктерді таратады, еліктіреді. Олар менің әдемілігіме назар аудартады дейді. Тостағанша мені сыртқы ортадан қорғайды, су мен қоректі заттарды береді. Аталықтарым тозаң шығарып, ұрпағымды жалғастыруға көмектеседі. Аналықтарым тозаңды қабылдап, ұрықтанып, жаңа өсімдіктің өнуіне мүмкіндік береді дейді. Құстар гүлдің әрбір бөлігінің маңызды екенін түсініп, табиғаттың шынайы сұлулығын естиді екен балалар? Бағалады. Енді мына сұрақтарға жауап береміз. Мына дескриптор, осы дескриптор арқылы мына тапсырманы орындаймыз. Жаңа берілген мәтін арқылы әрбір гүлдің бөліктері қандай қызмет атқаратынын орындаймыз. Тапсырма түсінікті ме балалар? Жақсы, орындаймыз. Яғни сіздерде жаңа айтып кетті, гүлдің қай бөлігі тозаң шығарады? Қай бөлігі тозаң шығарады? Соны орындаймыз тапсырма. Мәтінге сүйене отырып, аналықтың негізгі қызметін сипаттайсыздар. Аналық не істейді жаңа айтып кетті, келесі тұжырымның дұрыс немесе бұрыс екенін анықтайсыздар. Сосын келесі логикалық тапсырма. Шамшырақ гүлінде күлтелер болмаса не болуы мүмкін еді? Яғни ойланып жауап береміз. Ал құрметті балалар, олай болатын болса, ана тапсырмаларын бір тексеріп өтейік. Гүлдің қай бөлігі тозаң шығарады? Аталық. Жақсы. Мәтінге сүйене отырып, аналықтың негізгі қызметін күлтелер гүлді тозаңданудан қорғай ма? Жоқ. Аталық гүлдің көбеюіне көмектесе ма? Жақсы. Тозағанша гүлді қорғап қоректене ма? Аталық тек жәндіктерді таратуға арналған ба? Жоқ. Жақсы. Олай болатын болса, дескриптор арқылы өздеріңізді бағаларыңызды қойып шығыңыздар. Ұмытып кетпеңіздер. Соңғы балалар, кері байланыс бір сөйлеммен түйіндеу әдісі арқылы бүгін балалар біз сіздермен сонымен не туралы өттік? Гүлдің құрылысы туралы өттік. Яғни қазір мен сіздерге стикер таратам. Осы стикерға өздеріңіздің ойларыңызды егер өте жақсы түсінсеңіздер мұнда, жақсы түсінсеңіздер мұнда, әлі де ізденіп керек болса, мұнда кері байланыс беріп кетіңіздер. Маған жүре ме? Кері байланыстарыңызды жазып, маған кері байланыс беріп кетіңіздер. Жақсы, рахмет. Үй тапсырмасын қазір белгілеп аламыз. Сіз кері байланыстарыңызды маған беріп беріңіздер. Ал жақсы, олай болатын болса, бала кері байланысымызды ілеміз. Сабақ аяқталды, сау болыңыздар. Жақсы, рахмет, сау болыңыздар.